Әйелдерге қатысты ырымдар. Қазақ ырымында жүкті әйел шашын қимайды, өйткені мұндай қылықтан бақыт таяды. Іштегі баланың бақыты сөнеді, кемтар туылады, қол аяғы қысқа болады деп ырымдайды. Қыз баланы құрметтейді. Қыз ару, болашақ ана, ұрпақ қыз арқылы өрбиді. Қыздың жолы жіңішке, қыз жат жұрттық деп қастерлейді. Қыз қабағында құт бар, қыз қабағы күрең тартса, ел жұтқа шалдығады. Қыз қабағы күлімдесе, құт қонады. Қыздың жолы 40 кісінің жолын бөгейді. Қызды жылатқанның қырсығы арылмайды. Қыз ақ орданың шамшырағы деп ырымдайды. Қыз баланы адамның бақытына балайды. Қонақ болып барған қызды үйдің төріне отырғызады. Себебі қызда 40 көлік бақыт бар. Төрде отырса, сол бақыттың жұғыны төрде қалады. Қызда 40 қырсық та бар. Босағада отырса, сол қырсық үйде қалады. Қызда оттай ыстық мейір бар. Төрде отырса, мейір сол үйге бағышталады. Періштелер сол үйге қонады. Қызда 40 сайтан да бар. Есік жақта отырса, сайтандар сол үйге қалады деп ырымдайды. Жаңа түскен жас келін өзінің киім-кешектерін бет алды қысқарта бермейді. Бұлай істесе, дүниеге келетін нәресте кем туылады, немесе түсікке айналады, жаман ырымға жатқызады. Әйел толғатқанда, үй ішінде ілулі тұрған заттың бәрі алынып тасталады. Сандық қаптардың аузы жабылып, сонда толғақ жеңіл болады. Жолдың бәрі ашық, ақ ниетпен тілеу тіленіп тұр деп ырымдайды. Қазақтың келіндері асық жіліктің толарсақтағы сіңірін мүжімейді. Оны мүжісе, толғағы ауыр болады, қатты қиналады. Туған баланың мінезі де қатты, қолы сараң бермес болады деп ырымдайды. Егер әйелдің толғағы өте қатты болып қиналса, бураның қураған бас сүйегін ақ шүберекке орап төрге іліп қояды. Мұнысы жын шайтан, албастылар бурадан қорқып қашсын дегені. Жаңа босанған әйел үйге кірген итке шық демейді. Бұлай істесе, әйелдің тісі түсіп қалады, бойынан қайраты жойылады деп ырымдайды. Әйелдер ошақтың 3 пұтынан асырып, отын үрлемейді. Бұлай етсе, күйеуінің көңілі басқаға ауады, басқа әйелге үйленеді деп қорқады. Жүкті әйел арқаннан аттамайды. Бұлай етсе, іштегі баланың мойнына кіндігі оралады, бала өміріне қауіп төнеді деген сенім бар. Жүкті әйел түйенің етін жемеуі шарт. Жесе, баланы 12 ай көтереді, толғағы қатты болады деп ырымдайды. Қоянның етін де жемейді. Жесе, туылған баланың ерні қоян жырық болып қалады деп сенеді. Құстың да етін жемейді. Жесе, туылған бала есейгенде төбелескіш, ұсақшыл болып кетеді деп ырымдайды. Қасқыр тартқан малдың етін де жемейді. Жесе, туылған бала суауыз, жұлымыр болады деп сенеді. Қазақ әйелдері қасын боямайды, жұлып қырып тықырламайды. Бұлай істесе, қастары көбейеді, жауы басына шығады, басынады деп жориды. Пұшпағы қанамаған бедеу әйел жуынып шайынып тазаланған соң, әулие адамдардың қабіріне барып тәуіп етіп жалбарынса, сүйегі жарылып, бала көтереді деп ырымдайды. Түнде әйел суға бармайды. Әйел жаны нәзік әрі қорқақ келеді. Су жануарларын көргенде шошынып қалады. Жүкті болса, сүк тастайды деп ырымдайды. Түнде жол үстінен кезіккен әйел еркектің оң жағынан өтпеуі керек. Оң жағынан өтсе, ердің жолы бөгеледі, бақыты шайқалады, қырсыққа ұрынады деген ырым бар. Жаңа босанған әйел 40 күнге дейін қолын суық суға малмауы керек. Қолын суық суға малса, жаңа туған нәресте су жүрек, тас бауыр болып ержетеді деген сенім бар. Жаңа түскен келінің бетін ашқанда, беташар айтушы ақын оң қолына ұстаған жеміс ағашына немесе тобылғымен сапталған қамшының сабына қызыл торғын орамал байлап, сонымен ашады. Онысы келінің беті айдай жарық болсын, ұрпағы көп, жеміс ағашындай жемісті болсын дегені. 3 әйелден ажырасқан еркектің жұрт алдында беделі жоқ. Оның қолынан балаларына дәм татқызбайды. Ондай еркекті қу тақым, сормаңдай, үй жұты, жамандығы баламызға көшпесін деп отырады. Әйелдер үнемі басына салып жүрген шәлісін басқа әйелге бермейді. Шәлі сыйласам, жауласып кетеміз, бағым шәлімен бірге көшеді деп сенеді. Егер беруге тура келсе, ақ самайлы киелі аналар ғана ұзатылған қызына, ата жақын туысына менің жасымды берсін деп ырымдап береді.
Алған әйел де оны көзіндей көріп қадірлеп ұстайды. Ол шәліні ешқашан екінші адамға бермейді. Қыздарды үйге келген қонақтың алдында талтайып отырғызбайды. Мұндай қылық қызды ұятсыз іске ұрындырады, бақытсыздыққа ұшыратады деп ырымдайды. Жүкті әйелдер шелектегі суды биікке шығарып қоймайды. Олай етсе, су егіз болады деп ырымдайды. Пұшпағы қанамаған бедеу әйел қоныс аударып, жат жердің суын ішсе, 2 қабат болып бала көтереді, көңілі өседі, жамандықтан жеңілдейді деген ырым бар. Жаңа түскен келін 1 жыл бойы бала көтермесе, нағашы жұртының кішкене баласына келіп, қойнына алып жатып, омырауын ескетсе, бала көтері деп иланады. Жас келіншек желбегей желпініп желденіп жүрмеу керек. Бұлай істесе шайтан үйір болады. Баласы желікпе, толғағы ауыр болады, жаман ырымға жатқызады. Әйел пышақ қайрамайды. Пышақ қайраса, үйде пәле туады, неке бұзылады, өзінен өзі талақ болады деп санайды. Ал қыз балалар пышақ қайраса, соғыс болады, некеуге шықпай, үйінде отырып қалады деп ырымдайды. Әйелдер өзінің құтты мекен үйін мола, қу-мола деп қарғамауы керек. Бұлай айтса, үй ішінен пәле арылмайды, ақ некесі бұзылады, өзінен өзі талақ болады деп ырым етеді. Тойы жасалып, үйінен ұзатылып кетіп бара жатқан қыз артына бұрылып қарамайды. Бұлай істесе, некесі бұзылады, күйеуімен отаспай үйіне қайтып келеді деп сенеді. Келін түскен жерінде, алғаш үйге кіргенде босағаға соғылмай кіруі керек. Келін босағаға соғылып қалса, үйдің берекесі қашады. Келін баянды болмайды деп ырымдайды. Жаңа түскен жас келін отқа сәлем бергенде, от ана, ұмай ана, жарылға деп тілек тілейді. Басқа әйелдер отқа май құйып, алақандарын қыздырып алып, келіннің бетін сипайды. Бұл келіннің жүзі жылы болсын, дидары ыстық болсын, тіл көз тимесін дегені. 2 қабат әйел ұл табамын десе, еркектің қару жарағын, шалбарын басына жастанып жатады. Ал қыз тапқысы келсе, қызыл ала шыт, әйелдің көйлегін, жүзік, сырға, алқа, маржан, білезік, моншақ жастанады. Қыздардың кіндігін көрсетіп жүруіне тыйым салынады. Кіндігі көрінген қыздың абыройы ашылады, ары төгіледі, бағы таяды, кіндігі кірлейді, ішкірне дертіне шалдығады деген сенім бар. Емшекте баласы бар әйел жалаңбас отырып бала емізбейді, басына орамал салуы шарт. Баласын жалаңбас отырып емізсе, басының қайызғағы баланың аузына түсіп кетеді. Бала есейгенде мәңгүрт болады, анадан безеді, тілін алмайды, басына шығады деген ырым да бар. Әйел еркектің алдында төсін ашып отырмайды. Төсін ашып отырса, сұқ көз қадалады, тіл тиеді, соның салдарынан төсі қараяды, омырауы іседі, тас емшек болып, омырауынан сүт қашады. Сүтсіз әйел, құтсыз әйел, ондай әйелдің құшағы суық, бауыры тас болады деп ырымдайды. Қыздар өзінен жасы үлкен адамға немесе жігіттерге қарап тілін шығарып жалақтатпайды. Бұл әдепсіздікке жатады. Кейін тапқан баласы сақау болады деген наным бар. Әйел адам итке тас лақтырмайды. Итке тас лақтырса, құты қашады деп те ырымдайды екен. Қазақтың қыз-келіншектері, мүмкін болса осы қазақтың ырымдарын есте сақтай жүрсек, түрлі бәле-жәледен өз басымызды қорғауға мүмкіншіліктеріміз мол екен. Өйткені кейбір ырымдардың орындалуы шарт. Қазақ ырым-ғұрыптарын құрастырған Бопайұлы Болат.